Ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер үшін жағымды жаңалық. Биыл ауыл шаруашылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, кәсіпкерлер үшін біршама жеңілдіктер жасалып отыр. Бұл қандай өзгерістер және олардың тиімділігі неде? Сауалдардың жауабын студиямызға келіп жайғасқан мейманымыздан сұрап білейік. Таныс болыңыздар. Облыстық кәсіпкерлер палатасы агроөнеркәсіп кешені бөлімінің басшысы Жасұлан Серіков. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз бен жолдар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны 279020, қала коды 7242. Жаңа күннің төріне қош келдіңіз, Жасұлан Сақтапбергенұлы. Енді биылғы жыл жалпы ауыл шаруашылығы саласында жұмыс атқаратын кәсіпкерлер үшін жағымды жаңалықпен басталып отыр. Әріптесім әлгінде айтып өткендей, нормативтік құқықтық актілерге біршама өзгерістер мен өзгертулер енгізіліп, біршама жеңілдіктер қарастырылып отыр екен. Енді толығырақ бұл жаңалықтар турасында өзіңіздің аузыңыздан естіп білсек. Жылда ауыл шаруашылығы саласында әртүрлі жеңілдіктер немесе қаржыландырудың ұлғаюы, субсидиялардың үлкен көлемде берілуі жылда жаңалықтар болып тұрады. Бірақ осы өткен жылдың жеміс ретінде біздің облыстық кәсіпкерлер палатасының еңбегі деп айтуға болады. Көптеген осы нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізілді. Мысалға, ауыл шаруашылығы министрлігінің екі ережесіне өзгерістер енгізілді. Оны атап өтетін болсақ, инвест-субсидия деп аталатын ережесіне және мал шаруашылығы жөніндегі субсидиясына. Үшінші, ол ұлттық экономика министрлігінің 93-ші бұйрығына, ол жерге де біздің ұсынысымыз ескеріліп, сол жерге өзгерістер енгізілді. Атап айтатын болсақ, мысалға, мал шаруашылығы жөнінде субсидиялар ішінде түрлері әрі бөліне береді. Ішіндегі мысалға мал бордақылау алаңдарында 1000 бастан асатын біздің облысымызда екеуі бар, мысалы Қазалы ауданында, Сырдария ауданында деген сияқты. Сол жерде ережеде министрліктің кезінде бекіткенінде елді мекендер немесе аймақтарды ескерілмегендігін, мысалға бәріміз білеміз, солтүстік облыстарда -50 градусқа, 40 градусқа суықтық болатын болса, бізде ондай болмайды. Ол облыстан жылырақ. Сол кезде ережелерге жалпы ереже енгізіп кеткен тұғын. Мысалы, 1000 бастық малды бордақылау алаңдарында ол жерде міндетті түрде су ішетін, мал ішетін астаулар ішінде электр жабдықтармен жабдықталған жылытқышы болу керек деген міндеттеме қойылған тұғын. Яғни ол бізге біріншіден қараған күлкілі, екіншіден ондай бізде көп кездеспеген, өйткені су қатпайды әрдайым бізде. Қанша кеңес одағынан бастап алып тасталынды. Біздің ол ережеде анықта жазылған оңтүстік өңірлерде міндеттелмейді деген де бар. Және желден қорғанышшылар қойылу керек деген талап бар тұғын. Біздің облыста көбінесе қора жайында малды ұстайтын болғаннан кейін 100 бастық 1000 бастыққа мал алынды, сондықтан ол талапты да алып тасталды. Осындай сияқты. Және инвест-субсидия деп аталады. Мысалға, бұрын күріш комбайндарында біздің Қызылордаға қатысын айта кетейін. Мысалға, 200 ат күшіне дейін комбайн сатып алатын болса, бір кәсіпкер күрішке, егер де оның 350 гектары болмаса, ол субсидия аламайтын тұғын. Яғни, соны біз қазір біздің көтеруіміз бойынша ауыл шаруашылық басқармасымен бірлесіп осы тақырыпты көтердік. Осы жылдың соңында, 2007 жылдың соңында ол қабылданып 200 гектарға азайтылды. Яғни, менде немесе сізде 200 гектар бар болса, субсидияға үміткер болып ақшаңызды ала аласыз. Ал енді техникаларға субсидия алу қолжетімділігі қалай болады? Енді қазір атап өтетін болсақ, Қызылордаға қатысты күріш жинау комбайндары 200 ат күшіне дейін комбайндарға 350 гектар тұғын, қазір 200 гектарға азайтылды. Талап деген, мысалға, талап қиындай берген сайын субсидия қолжетімділік қиын деген сөз. Біздің қазір көтеруімнің арқасында 350 гектар 200 гектарға азайтылды. Және 200 ат күшінен жоғары комбайндарға, күріш жинау комбайндарына, ол жерде 500-ден 300-ге азайтылды. Одан бөлек күріш жинау жаткасы деп аталады, оларға да азайтылған болатын тұғын. Осын 131 ат күшінен жоғары тракторларға 1000 гектар деп қойылған тұғын. Мысалға, мен қазір сондай қуатты трактор алатын болсам, кәсіпкер ретінде қажеттілік болса, оған мен 1000 гектар, менің ойымша, әр адамда ол жоқ, біреуде бар, біреуде жоқ. Сондықтан осы талапты 400 гектарға азайтылды. 2 еседен жоғары көрсеткішке жеткіздік. Осындай біздің қуаныш жағдай. Өткен жылы мен есімде инвестициялық субсидия комиссия отырысында жер көлемі аз болғандықтан субсидия алмаған азаматтар болғандығын. Енді олардың қазір бүгінгі күні қайтадан құжаттарын тапсырып субсидия алуға үміткер бола алады. Құдай мемлекеттен тиесілі 5 миллион ба, 6 миллион ба, 10 миллион ба ақшасын осы жылы алуға мүмкіншілік бар. Жері болмаса да субсидия алуға болу. Жері міндетті болу керек, бірақ сол шарттары азайтылды. Мысалға, бұрында
тракторге 130 брат күшіне болса 1000 гектар болып тұрса, қазір 400 гектарға азайтылды. Яғни осындай мүмкіншіліктер пайда Енді болды. жаңа өзгерістерге байланысты жұмыс жасалуда ғой. Иә. Басталды ғой. Сосын тағы бір жақсы жаңалық, ұлттық экономика министрлігінде 93-ші бұйрығында көрсетілген шетелден Қазақстанға алып келген техникалардың ішінде қайсысы қосымша құн салығы алынады деген жазылған тұғын. Соның ішінен бүкіл техникаларын алып тастауға жоспарлаған тұғын. Біз сол туралы хабар естідік. Сол кезде біз тікелей ұлттық экономика министрлігіне, ұлттық кәсіпкерлік палатасынан хабарлама жібердік. Ол тізімнің ішінен күріш жинау комбайндарын және жатқаларын алып тастамау жөнінен. Өйткені Қазақстанда ол шығарылмайды. Шығарылмаса біз шетелде әкелмесек, біз басқада бізде шығатын жол жоқ. Сондықтан барлық комбайндар алып тасталынды. Егер де мысалға бидай жинайтын немесе мақта жинайтын комбайн шетелден алып келсеңіз, үстіне қосымша құн салығын төлейсіз 12%. Ал егер де қызылордалық азамат барып күріш жинау комбайн немесе оның жатқысын сатып алатын болса, ол 12%-ын қосымша құн салығын төлемейді. Ол әжептәуір ақша. Мысалға жақсы, мысалға John Deere күріш жинау комбайндары 150 миллион теңге көлемінде тұрады. Оның үстіне қосымша келіп, біреу келіп салық комитетінен 12%-ын төле десе 18 миллион теңге. Ол әжептәуір ақша. Осы біздің араласуымыз арқасында Бұл тек Қызылорда облысына ғана. Облысына ғана. Яғни Қазақстан үшін де, бірақ күріш егетін біздің облыс қана. Яғни біздің облысқа тиесілі жеңілдік деп атауға болады. Негізі осындай жеткіздік. Мысалға 18 миллион жерде жатқан жоқ ақша. Сондықтан бұл мен ойлаймын әр кәсіпкерге бұл жақсы мүмкіншілік. Әрине, өзіңіз айтып отырғандай, енді биылғы жыл расында да шаруалар үшін өте жағымды жаңалықпен басталып отыр. Жалпы енді мемлекет тарапынан осы шаруаларға, ауыл шаруашылығымен айналысып жатқан, өз кәсібін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан жасалып жатқан қандай қолдаулар, көмектер бар? Осыған да тоқталып отырсаңыз. Енді жылда қаржыландыру бөлінеді, осы жылда осыны жоспарлануда. Әзірге Ауыл шаруашылық министрлігінен осы жылға қанша ақша бөлінеді, қай бағытқа бөлінетіні әзірге анықталған жоқ. Қазір жақын арада анықталады, бірақ басым бағыты ол кооператив екенін білеміз. Осы жылы мемлекет басшысы өзінің жолдауында атап өтті, кооперативтерді қолдау оларға қарай жалғасатын болады деп. Мысалы, өткен жылы бүгінгі күнге дейін осы 2 жылда біздің облыста 249 кооператив тіркелген болса, оның ішіндегі белгілі бір бөлігі қаржыландыруға ие болды. Ауыл шаруашылық қаржылай қоры бар, біздің өңірлік инвестициялық орталық деген бар, аграрлық несие корпорациясы деген бар. Барлығы кооперативтер 3 миллиардтан астам қаржыға ие болды. Ол несие. Ол несие дегеніміз қазір мал алуға, немесе сүт қабылдау пункттерін алуға, немесе мал сою бекеттерін алуға қаржыландырылды. Қазіргі қысқа мерзімде үлкен бір нәтижені айту қиындау, өйткені ол қаржыны енді алып, енді жұмысын басталған кооперативтер. Сондықтан алдағы 1 жылда немесе 2 жылда өзінің белгілі бір деңгейде үлкен бір нәтижесі көрсетеді деп күтілуде. Енді елбасының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдауында осы жаңа тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылық кешені субъектілерін, яғни банк несиелерін арзандатуға бағыттауды көздеді. Енді осы орайда сіздер қандай жұмыстар атқарып жатырсыз? Дұрыс айтасыз. Бұл біріншіден барлығы ауыл шаруашылық саласында жұмыс істейтін кәсіпкерлерге білу керек ақпарат. Осы уақытқа дейін өкінішке орай біз білеміз, субсидияның түрлері өте көп, соның ішіндегі тиімсіздері бар. Миллиардтап ақша бөлінсе де, бірақ өкінішке орай сол сала мысалға қажетті өзінің бір үлкен нәтижесін экономикаға көрсетпей жатқан салалар бар. Сол тұстарды субсидиялау қаржыларын азайтқан кезде оны несиелендіруге пайдасы әкеліп тиюі мүмкін. Мысалға біздің көп қызығамыз Европада немесе басқа да дамыған елдерде несиені мысалға ауыл шаруашылық саласына 2%-бен 3%-бен алып жатыр деген кейде естиміз, қуанамыз, кейде қандай күшті. Дәл осындай жағдайға біз де келеміз. Бірте-бірте. Ол мағынасы тиімсіз жұмсалып жатқан субсидия салаларынан ақшаны алып, оны несиелендіруге жібереді. Әртүрлі пікір бар, бірақ басым көпшілігі осы тиімді деп отыр. 6% немесе 15% несие алғанша, одан да 2-3%-бен субсидия алмай-ақ, бірақ мемлекетке, басқа банкке қарыз болмай отырған жақсырақ. Жасал мырза, мен осы жерден үзе тұрсақ, бізге хабарласқан көрерміз бар екен, тыңдап көрсек. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ма? Қайырлы күн. Мен мына кісіге сұрағым бар еді. Жолдаңыз. Мен жас ана едім. Бірінші кәсіп ашсам деп едім. Соған қандай документтер керек, біріншіден оқу керек па, қалай бұны аламыз? Сол сұрағым еді. Рахмет сауалыңызға. Енді жас ана ретінде енді кәсіп ашқысы келеді екен. Бұл кісі жалпы қандай кеңес бересіз? Көбінесе бүгінгі күні кәсіптің қай түріне сұраныс жоғары деген
сауал жолдап отыр. Енді бір ауыз сөзбен жауап беру қиындау, әрине. Жас ана болса, ауыл шаруашылығы саласында тіпті оңай емес жас ана ретінде. Егер қала тұрғыны болса, мысалға бізде облыс кәсіпкерлер палатасында, Атамекен кәсіпкерлер палатасында біз 2 күндік бизнес кеңесші деген семинар бар, соған келіп қатыссаңыз болады. Жеке куәлігіңізбен келіп, біздің бірінші қабатта ITKB көшесі 28-ші үйде бірінші қабатқа келіп тіркелесіз. Алдағы уақытта кезегі келген кезде сізді шақыртады. 2 күндік бизнес кеңесші семинарында сіздегі барлық бизнес саласындағы негізгі білу керек тақырыптарды сізді үйретеді. Бизнес план жасау, маркетинг дегенне, қай сала тиімдірақ деген сияқты сіздің өз қызығушылығыңызды ояту үшін сол жерде 2 күндік тегін семинар оқытылады. Ары қарай егер де бір салаға уже көзіңіз жетіп оқимын десеңіз, жұмыс істеймін десеңіз, сізге тегін біздің палата кеңесшілері сізге тегін бизнес план дайындап береді. Маркетингтік зерттеу жасап береді, ары қарай кәсібін бастап жатса, тегін бухгалтерлік қызмет көрсетеді. Есік ашық дейсіз ғой, тіркеліп кету керек. Бірақ енді дәл қазір немен айналыссам болады деп дәл бір сөзбен жауап беру қиындау. Мысалға, кейде білмейтін адамға дайын бизнес құралдарын қолданған жас, мысалы франшизамен, мысалға Алматыда, немесе Ресейде, немесе Украинаның дайын франшиза бизнестары бар. Мысалға, дайын болса, қарап, өз қалтаңыз көтере алатындай дайын бизнесті алып, Қызылордаға көшіріп келсеңіз, белгілі бір роялти ай сайын төлеп тұратын өзінің үлестері болады. Сіз қолыңызда мысалға, білмеймін, мысалға балалар киімін дайындап сату, мысалға немесе бір қолыңызға келетін бір ас тағамдарын өз үйіңізде дайындап сату деген сияқты бір жерде сондай бір өзіңізге икемі келетін, өзіңіз алып кетем ау деген бір бизнесті интернеттен зерттеп қарап көрсеңіз болады. Өзіңізге. Рахмет. Енді Жасұлан Сақтапбергенұлы, енді биылғы жылы қолға алып жатқан жобаларыңыз туралы айта отырсаңыз. Қазір соңғы уақытта ол әрдайым мемлекет бағдарламада көрсетілген, мысалға жеміс ағаштарын қазір көбеюде біздің облыста өткен жылдан бастап. Біздің сүйемелдеуімізбен 10 гектар алма ағашы егілді. Ол жайған алма ағашы емес, интенсивті алма бағы деп атаймыз. 2-ші жылда ол алмасын беріп үлгереді. Өте көп мол салады, 3-ші жылы толық көлемде алмасын салады. Сырдария ауданында 5 гектардан астам алма ағашы егілді. Сырдария ауданында, Шиелі ауданында, қателеспесем, уже 15 гектарға жеткізілді. Оны осы жылы осы қарқынды бәсеңдетпейік деп, ары қарай осы кәсіпкерлерге, айналысам мен кәсіпкерлерге барлық кеңестерімізді, сүйемелдеуін жасап жатырмыз. Қазір бізде егемде отқан бірнеше адамдар бар, соларға біз толықтай сүйемелдеуге алып жатырмыз. Одан бөлек, қазір экспорттық біздің әлеуетіміз бар облыстың, оның ішінде біз көріп отырмыз мысалға өткен жылдан бастап 2-3 жыл болды Қызылорда облысынан Ресейге, Қырғызстанға қауын экспортталды. Сол осы бағытты да ары қарай қолға алатын боламыз. Мысалға бізде Скерем деген серіктестік бар. Бізбен олар тығыз қарым-қатынаста, біздің сүйемелдеуімізде. Оларда голландиялық тұқымды егіп, осы 2-ші жыл екті, осы жыл 3-ші жыл егген деп жатыр. Осы біздегі ірі Қазақстандағы сауда орындары, желілері Қазақстанда сатуда. Мысалы, метро дейміз, рамстор дейміз деген сияқты. Осындай бізде смол дүкендерде сатқан болатын. Өте сұраныс өте жоғары. Қауын, мысалға біз білеміз, қауын сатып алсақ, ол мүмкін ыстық жер тұрса, бір аптада уже бұзылып кетеді, біз білеміз. Бірақ ол голландиялық тұқымның артықшылығы, ол жақсылап қалпын бұзбайды дейсіз. Кейде бастапқы дұрыс технология сақталса, 3 айға дейін сақтауға мүмкіншілігі бар. Ресейге тіпті КамАЗбен апарса, ол езіліп, ешқандай бұзылмайтын артықшылығы. Және кішкентай Европа халықтары, оның ішінде Ресей халқы да біз сияқты үлкен қауынды сатып алмайды. Қолға алып кетуге өте ыңғайлы. Бір отбасында 1-2 адам, сондықтан олар кішкентай ыңғайлы. Сондықтан ол қауынның көлемінде кішкентай, бірақ салмағы ауыр. Бұнда кәсіпкерге өте тиімді. Кішкентай затпен үлкен ақша істеуге, осындай жұмыс істеуге. Осындай сияқты айта беруге көп болады, бірақ осындай қысқаша осындай жобалар сүйемелдеуде. Жасұлан Сақтапбергенұлы, енді бүгінгі күні жалпы осы ауыл шаруашылығы саласы бойынша өз кәсібін дөңгелетіп отырған аймағымызда қанша кәсіпкер бар? Олардың көбінесе қай бағытта жұмыс жасайды? Енді дәл статистиканы бүгінгі күнгі осы 2017 жылғы статистика енді ақпан айында шығады, сондықтан дәл айта алмаймын. Өткен жылдың қорытындысымен айтып өтсеңіз. Біздің облыста барлық тіркелген кәсіпкерлер болса, субъектілер болса, өкінішке орай әрине барлығы жұмыс істеп жатқандар да жоқтар да бар. Мысалға бір адам барып келеді да, ары қарай жұмысы жүрмеуі мүмкін, немесе қайтадан дұрыс мүмкін істегісі келмей қалуы мүмкін. Сондықтан ол цифрлар кейде нақты бір кәсіпкер деп атау қиын. Оның ішінде кәсіпкерлер бөлігі, ол ауылдық аймақтарда тұратындар. Бір қуаныштысы, соңғы жылдары ауыл шаруашылық саласы бұрында бір
бір ескі бір салалар, ол қызық емес сала ретінде одан ақша табу қиын деп қарайтын болса, қазір соңғы кезде жастардың немесе қалталы азаматтардың осы ауыл шаруашылығы саласына бет бұруы көп байқалады. Сондай-ақ сұраныс артып отыр ғой бүгін. Иә, сұраныс артып жатыр. Енді халық түсінді, енді баяғыша мұнаймен біз тамақтана алмаймыз. Немесе киім алып сатып біз баяғыдай ақша көп таба алмаймыз. Таксовать етіп жүріп көп ақша таба алмайсыз. Тек қана енді халық тек қана тамақты жеуді жалғастырады. Оның ішінде халықтың талғамы өсті. Баяғыша сапасы төмен азық түлік емес, оның ішінде жақсы. Сондықтан біздің Қызылорда облысының деңгейінде жағдайында экологиялық таза, жақсы өнімдер алуға мүмкіншілік бар. Халқымыздың байырғы кәсібі екенде атап өту керек. Ол бір жерде артықшылығымыз, біз оны білеміз, біз жаңа бір нәрсеміз, тек қана жаңа технологияларды енгізіп отырып қолдансақ өте керемет. Мысалға, бізде Иран болсын, Қытай болсын, алыс жақын шетелдің барлығы біздің неге бізге қызығушылық артады? Бізде өткен ешқандай химия қолданбаймыз. Иә, таза өнім. Неше түрлі бір артық бір шетелдерде қазір қолдан жасайтын нәрселерді біз қолданбаймыз. Сондықтан бізге экологиялық таза, ешқандай Қытай мысалы біздің балымызды сатып алғысы келеді, Иран біздің етімізді алғысы келеді. Бізден 3 есе қымбатырақ еттің бағасы. Түсінікті. Енді сұхбатымызды қорытындылай келе, бізді тамашалап отырған көрермендерімізге өзіңіз бизнес саласы бойынша бір кеңестеріңізді айта отырсаңыз. Иә, оңай сұрақ емес, бірақ бизнес кәсіп деп айтамыз барлығымыз. Бизнес деген кәсіпкер кез келген адам бола алады деп айта аламын. Кез келген адам болады деп манасы. Бизнес деген бір үлкен, бір керемет бір завод ашу, немесе үлкен бір үлкен сауда орнын ашу деген емес. Қарапайым бір азамат есік алдынан әдемі машина көп жүретін болса, есік алдынан желімдеу орнын орталығын ашса, соның өзі үлкен кәсіп мысалға. Қалай кәсіпкер емес адам, осындай бірінші көп кездесетін сұрақ, қалай мен кәсіпкер боламын, мен қай салаға түсе аламын деп кейде ойлайды. Сол кезде кәсіпкер болудың бірінші жағдайы, бірінші қоғамдағы өзіңіз ортаңыздағы немесе қаладағы аудандағы проблеманы табу керек. Қандай проблемалар? Мысалға, міне 5 проблема бар. Соның үшін қайсысын сіз шеше аласыз? Сол бір проблема шеше алсаңыз, сол шешу арқылы сіз бизнес жасай аласыз. Мысалға айтайын, білмеймін. Біздің ауылда немесе ауданда, қалада мысалға, білмеймін, бір балаларға оқудың мынандай түрі жоқ, бірақ ата-аналарға өте сұраныс өте үлкен, ата-аналар сұрауда, ата-аналардың проблемасы осында оқу таба алмай жүр. Сіз сол оқуны зерттеп келіп, Алматы немесе басқа жерлерден зерттеп, Қызылордаға алып келіп, осы бастай аласыз. Сіз сонда бір проблема шешесіз, оның үстіне ақша табасыз. Халыққа да пайдалы, өзіңізге де жақсы. Енді бізді желіде тосқан көрерменіміз бар екен. Сауалын тыңдап көрейік. Қайырлы күн, көрермен, тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Сауалыңыз жолдаңыз. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Мен балам кәсіпкер болғысы келеді, оған қалай не табамыз? Несие алғымыз келеді, магазинді алғымыз келеді. Бізде енді жаңа ғана айтып өткен болатын, тағы да жаңа қысқаша айттым, мен тезірек айтып отырсайын. Қызылорда облыстық кәсіпкерлер палатасында Әйтеке би көше 28-ші үйде орналасқан. Бірінші қабатта бізде кеңесші менеджері бар. Келіп, жеке куәлігімен келіп тіркеліп кетті. Бізде бизнес кеңесші деген 2 күндік оқу семинары бар, ол тегін оқытылады. Соған жазылып кетсе, бір күн оқытып кетті. Сол кезде оқыған кезде бизнес кеңесші әрі қарай қай салаға жұмыс істеу керек деген сияқты өзінің кеңестерін береді. Сосын бізден бөлек әртүрлі даму институттары бар, оның ішінде даму қоры деген бар, несие беретін ұйымдар бар, соны бізге келсін, біздің кеңесшілер барлық кеңестерін беруге тырысатын болады. Рахмет, енді Расул мырза, студиямызға келіп, арнайы уақытыңыз бөліп келгеніңізге. Әрқашанда жұмыстарыңыз жемісті, табысты болсын, аман сау болыңыз. Жақсы.